Армысыздар, ұлт өміріндегі өзекті мәселелер мен толғақты түйіндерді тіліне тиек ететін көкейтесті каналының оқырмандары. Көктем туғалы Қазақстан қарғын судың астында қалды. Қазір еліміздегі басым көп санды облыстарда сел апаты болып жатыр. Осының салдарынан көптеген елді мекендерге, ауылдарға, аудан қалаларға су кіріп, халықтың өміріне, үй мүлкіне үлкен қатер төнді. Әсіресе соңғы күндері ауа райының күрт жылынуына байланысты кейбір өңірлерде судың деңгейі барған сайын жоғарылап кетті. Мәселен, кеше Құлсары ауданында су басты. Бүгінгі деректерге қарағанда осы ауданнан 12 мың адам эвакуацияланған. Құтқару жұмыстары әлі де жүргізіліп жатыр. Сонымен қатар Қостанай облысында да төтенше жағдай жарияланды. Әрине, судың бұндай тез көтеріліп кетуіне бастысы еліміздегі қасатқарлардың жаппай еруі бір себеп болса, екіншіден шекаралас жатқан өңірлерде, әсіресе Ресей өңірінде де судың деңгейі жоғарылады. Осыған байланысты Ресейдегі кейбір дамбалар суды ағытты. Сондай-ақ Ресейде тағы бір су бөгені жарылып кетті деп жатыр. Сол себепті де қазір Жайық сынды ірі өзендер арнасынан асып тасып жатыр. Әрине, су тасқыны биыл ғана болып жатқан жоқ, дегенмен биылғы судың деңгейі де, апаттық дәрежесі де өте жоғары. Бұл тіпті тарихта болмаған деген сөздерді айтылып жатыр. Мұның да түрлі түсті себебі бар. Тек қана қардың еруінен болып жатқан жоқ, бұл біздің салғырттығымызбен де байланысты болды. Ең бастысы ауа райының жағдайына, жердің жағдайына қарай күн бұрын іске кіріспеуімізден осы жағдайға да кіріптар болып отырмыз. Мәселен, өткен жылдың соңында, яғни қазан-қараша айларында көптеген өңірлерде бір ай бойы жаңбыр жауды. Мәселен, осы Ақмола облысында бір айдан артық уақыт жаңбыр жауды, одан кейін қара суық болды. Бұл жердің тоңын қалыңдатып жіберді. Яғни 1,5 метр, 2 метрге дейін жердің тоңын қалыңдатты да, кейін үсті-үстіне қар жауды. Ал күрт жылынған кезде жердің сол тоңы жібімей, су жерге сіңбей, бірден ағынға, ағысқа айналып кетті де, бұрын су жүрмейтін, су ақпайтын өңірлерде де су басып кетті. Бұны біздің су саласының мамандары да, тасқыннан сақтанатын орындарда, жергілікті әкімшіліктерде ескерген жоқ. Яғни көзбен көрді де, биылғы қар жылдағы қардан тым қалың емес деген мөлшерде жасады. Бұл көздің алдау еді. Өйткені қыста осы Ақмола өңірлерінде, мәселен басқа өңірлерде де жауған болуы мүмкін, жаңбыр жауды. Ол қарды сығымдап мұзға айландырды. Яғни қардың қабаты көзге қалың болмағанымен, шын мәнінде биыл қарда қалың түскен болады. Осы себептер биылғы қарғын судың қаптауына мұрындық болса, ең бастысы біздің тасқыннан сақтану шараларын алдын ала жасамауымыз себеп болып отыр. Жалпы біздің Қазақстанда көп нәрсені ертерек жоспарлау жұмысы жоқтың қасы. Шын мәнінде осы тасқыннан, апаттан сақтану туралы жиналыс өкіметте, яғни Астанада ақпан айында ашылған болатын. Сол кезде орналастырылу жасалған. Бірақ іс айтылған жерінде қалып қойған болып отыр. Егер сол кезден бастап біздің азаматтар іске кіріссе, жергілікті әкімшіліктер іске кіріскен болса, мұның алдын алатын мүмкіндік те бар еді. Амал не? Суға кеткен тал қармайды деп қазір суға кетіп қармап қалатында ештеңесі жоқ, халық қатты қиналып жатыр. Жалпы неге осындай қарғын су көбейіп кетті деген мәселеге ел ішіндегі ақсақалдар, жердің жағдайын, судың жағдайын білетін адамдар мынандай уәж айтады. Біріншіден, біздің елді мекендерде жоспарлау жоқ. Су ағатын ағарларға құрылыс салып тастаған, судың ағындарын бөгеп тастаған, үй салынбайтын жерлерге де үй салынған. Сонан кейін қарғын судың ағатын жолы бөгілгеннен кейін елді мекендерге кірген. Екіншіден, ауыл араларына және елді мекен араларына жол салған кезде асфальт жолдың астына су ағып өтетін көлемді көпірлер салынбаған. Кейбір құрағым болып жатқан, яғни бұрын су аққан, қазір ағын ақпайтын жерлерге көпір салынбай қалған. Әсіресе ауыл арасындағы жолдарда су өткізетін құбыр желілері жоқ. Сосында жерден көтеріп салынған жолдар судың табиғи бөгетін айналды да, бұл су біртіндеп көлкіп тұрғындардың үйіне кіре бастады. Оның үстіне біздің қайсы өңірлерге барсақ, Алматыдан басқа өңірлердің көбінде, әсіресе мынау оңтүстіктегі, солтүстіктегі жазық өңірлерге салынған
елді мекен қалалардың бәріне барып көріңіз. Жолдың жиегінде бірде-бір су ағатын, аңғар су ағатын арық қалдырылмаған. Яғни еріген су, жаңбырдың суы көлкіп көлшікке айнала береді. Егер біздің елді мекендерде арық жүйесі қалдырылған болса, су басып кеткен жағдайда ағып шығатын желілер қалдырылған болса, апаттың жағдайы дәл қазіргідей ауыр болмас еді. Бұл бірінші себеп. Екінші себеп, біздің апаттан сақтану орындары ауа райын болжау органдарының алдын ала берген мәліметтерін ескермеген. Ескерсе де су былтырғы сияқты өтіп кетеді деп қараған. Яғни жаңа біз айтып өткеніміздей жердің тоңы деген мәселені Қазақстанда көп ескермеген. Жалпы Қазақстан су тапшы елдердің бірі. Бізге қажетті судың 45% шетелден келеді. Бізде су тапшылығы болуы мүмкін. 2050 жылға қарай бұл судың тапшылығы 50%-ға жетеді дегенді мемлекет басшысы өзі айтқан болады. Бірақ осыған қарамастан біз су үнемдеу, тасқын судың алдын алу, қыста еріген қарғын суды пайдалану жағы нөлге тең. Егер біздің билік органдары осыны ерте жоспарлап, ауылдардың төңірегінен, яғни осы еріген қарғын суларды бір жерге жинап, оны егін шаруашылығына істету жұмысын ерте қолға алғанда да, қазіргі қарғын судың мөлшері азаятын еді. Тоспа демекші, биыл еліміздегі барлық су дамбаларының суы 100%-ға толған. Демек, бұл нені көрсетеді? Судың мөлшерден тыс көп екенін көрсетеді әрине. Бірақ біз қазір бір-бірімізді сынап, билікті кінәлап, жергілікті әкімдікті кінәлап отыратын кез емес. Жұдырықтай жұмылып, елге көмек беретін, халық болып апатқа қарсы тұратын кез. Кейбір деректерге қарағанда, апат болып жатқан өңірлерде топырақ салатын қалталардың, қапшықтардың бағасы өрлеп кеткен, апатқа қажетті жабдықтардың бағасы өрлеп кеткен, су етіктердің бағасы өрлеп кеткен. Ал енді кейбір жерде халықтың эвакуациялануына байланысты кейбір азаматтар өздерінің тұрғын үй жалдау ақысында өсіріп жіберген. Бұл нені түсіндіреді? Бұл біздің елдіктен кетіп бара жатқанымызды түсіндірмей ме ағайын? Бұл қазақтың табиғатына жат еді ғой. Қазақ ең қайырымды халық еді ғой. Жауының өзін үйіне әкеліп бағып, сый-сияпат көрсеткен халық еді ғой. Екінші дүниежүзілік соғыста қаншама босқындар келіп Қазақстанда паналап қалды. Сол кезде де елдің жағдайы қазіргіден төмен болса төмен, жоғары емес еді. Бірақ сол кезде біздің ата-бабаларымыз, біздің қандастарымыз бір тілім нанды сатқан жоқ. Бір тұтам су болса бөліп ішкен еді ғой. Енді осындай жағдайда біз қолымыздағы мүмкіндікті пайдаланып ақша табатындай не күйге түстік? Әрине, халықты кінәлап отырған жоқпын. Халықтың тұрмысы төмендеп кеткені соңғы кездерде белгілі. Әрбір азаматқа ақша керек екені рас. Дегенмен мынандай апат болып жатқан кезде халықтың дәл осындай ындынның кетіп қалуы біздің елдігімізге сынағайын. Обал, сауап, ұят тұрмаған жерде береке де тұрмайды, байлық та тұрмайды. Қазақ айтады, бүлінгеннен бүлдіргі алма дейді. Селге кеткен елдің мүлкін қазақ алмаған бұрын. Ал сен сол селге кеткен елдің қалтасындағы ақшаны қағып алып жатсаң, сол ақшаның қайыры бола қояр ма ағайын? Бұл да ойланатын мәселе. Әрине, еліміздің жер-жерінде апат болғаннан кейін біздің әрбір қазақ азаматы халық болып, қауымдасып, өздігінен ақша жинап, түйме берсе де, түйе берсе де, аздық қылмай, көптік қылмай жылып атап жатыр. Біз енді осы көмектердің сол апатқа ұшыраған халықтың қолына шынайы жетсе екен деп тілейміз. Жемқорлық асқынған елде осы жиналып жатқан жылуларымыздың өзі сол халыққа жетпей қалама деген күмәніміз де жоқ емес. Сондықтан осы орайда біздің апаттың алдыңғы шебінде жүрген, мейлі мемлекеттік органдарда қызмет істеп жатқан азаматтар болсын, мейлі халықтың қарапайым азаматтар болсын, барлығына үлкен алғысымызды білдіреміз. Олар күндіз-түні белуардан су кешіп, халықтың ит мысығына дейін құтқарып жатыр. Әрине, олардың әлеуметтік желіде тарап жатқан видеоларын көрсеңіз, көзіңізге жас келеді. Міне біздің азаматтарымыздың ел үшін қандай жұмыс істейтіндігі. Ел болып бірігу үшін, ұлт болып үйісу үшін елге жау шабуы қажет емес ағайын. Осындай табиғи апат кезінде, ел басында күн туған кезде біз жұдырықтай жұмыла алмасақ, біздің елдігіміз қайсы? Жаңағы үйдің бағасын қымбаттатып жатқан кезде, апатқа қажетті жабдықтарды қымбатқа сатып жатқан кезде менің есіме бір уақиға түсті. Осыдан бірер жыл бұрын Тәжікстан мен Қырғызстан арасында қақтығыс болған кезде Қырғызстан шекарадағы азаматтарын эвакуациялаған болатын.
Сол кезде төменгі ағарда тұратын, яғни шекарадан алыс аумақта тұратын аққалпақты қырғыз ағайындар жолдың шетіне шығып, бізде үй бар, нан бар, тамақ бар, біздің үйге келіңіздер, біздің үйге 5-6 семьяны орналастыруға болады деп ағайындарды өздері шақырып жатыр. Міне елдік. Сол кезде қырғыз ағайындар білмей отыр ма, үйдің бағасын көтерсе ақша табатынын? Біздің елдігіміз, біздің азаматтығымыз, біздің пиғылымыз, біздің ниетіміз дәл осындай кішкентай нәрселерден басталады. Жалпы қазақ халқының табиғаты ерекше халық. Бірақ соңғы кездер біздің биліктен де, халықтан да пиғылы кетіп барады. Жоқ нәрседен пайда көретін, жоқ нәрседен ақша жасағысы келетін жағдай күн сайын көрнектіленіп барады. Әрине мен халыққа топырақ шашпаймын. Халықтың ішінде патша көңілді небір жомарт азаматтар бар. Қазірде сол жомарт азаматтар жомарттығын жасап жатыр. Еңбекшіл азаматтар алдыңғы шепке барып азаматтығын көрсетіп жатыр. Әрине оларға алғысымыз шексіз. Дегенмен біздің еліміздің ішінде 1% болса да жаңағындай келеңсіз жағдайлардың орын алуы бұл елдігімізге сын. Сол себепті де осы көкейтесті каналына пайдалана отырып, бүкіл халқымызға жұдырықтай жұмылайық, апатқа ұшыраған халықты құтқару жолында белсене жұмыс істейік дегім келеді. Сонымен қатар апат өңірлерге жиналып жатқан азық-түліктердің, ақша қаражаттардың сол апатқа ұшыраған халыққа дер кезінде жетуіне мүмкіндік жасауымыз керек. Әрине осы су апатынан кейін кейбір жағдайлар тағы да белең беруі мүмкін. Мәселен, түрлі жұқпалы аурулар тарауы мүмкін. Сондықтан осы кезде елде апат болып жатқан кезде біздің денсаулық сақтау министрлігі де ертерек іске кірісіп, осындай болуы мүмкін ықтимал жағдайлардың алдын алу керек. Өйткені қаншама мал суға кетті, қаншама мал өлді, олардың өліксесінен қаншама індет тарауы мүмкін. Бұл да ойланатын мәселе. Себебі су апатына біз ғана ұшырап жатқан жоқпыз. Көптеген мемлекеттер су апатына ұшырап жатыр. Әсіресе Латын Америкасындағы су апатына байланысты елде безгек өршіп жатыр. Бұл безгек індеті су апаты болған өңірлерде көбірек таралады. Сондықтан бұл мәселеге біздің денсаулық сақтау органдары да баса назар аудару керек деп санаймыз. Осы мәселеден кейін бір түйінге назар аударуымыз керек. Яғни аудан, ауыл, қалалардың бүкіл инфрақұрылымдық жүйесін, жылу жүйесін, электр жүйесін, апаттан сақтану жүйесін қайта жоспарлау керек. Мейлі қандай жерге орналасса да, қарғын суы ағып кететін, жаңбыр суы ағып кететін, арық тоған құрылысын кемелдендіруіміз керек екен. Бұл бірінші маңызды мәселе. Екінші, жергілікті әкімдіктердің заңсыз жер телімдерін беріп, бағанағы су ағындарын бөгіп, құрылыс салып тастаған жағдайларын бүкілдей анықтау керек. Өйткені су ағарларды бөгу бүкіл халықтың өміріне жасалған қиянат. Бұл екінші мәселе. Үшінші мәселе, бізде әр жылы тасқын судан, қарғын судан сақтануға қыруар қаржы бөлінеді. Миллиардтаған қаржы бөлінеді. Өкінішке орай бізде қазір осы қаржыны жылы тамаққа айналдырған жылпостар жеті басады. Яғни бұл тасқынға бөлінген қаржыны жеу оңай. Біз осындай жұмыс істеп едік, мына жерді бөгіп едік, мына жерді қазып едік, су алып кетті десе, оның есебін ешкім тексеріп шығара алмайды. Бұл тіпті жергілікті әкімдердің жамбағыс көзіне дайланып кеткен сыңайлы. Ел арасында мынандай бір мысал бар екен. Бір ауылдың бастығы 20 жыл сол ауылдың іргесіндегі бөгенді жамап жауысқаумен күн өткізіпті. Жылда су алып кетеді, көктемде су алып жатады, күзде су алып жатады. Содан не керек? Оған мемлекеттен бөлінген қаржының бәрін соған бөледі. 20 жыл бойы сол елді мекені су шаяды. Кейін соның баласы сол ауылдың басшысы болған жылы бірден қыруар қаржы жұмсап әлгі бөгенді бекемдейді. Содан бастап ауыл халқы апаттан құтылады. Баласы барып айтқан екен дейді әкесіне. Әкесен 20 жыл алысып шеше алмаған мәселені мен шештім. Міне, мен бөгенді тоқтаттым. Енді біздің елді мекенді су алмайды дегенде. Әкесі, ей ақымақ, егер сол су бөгені жарылмаса, елді су алмаса, мен 5 баламды қалай оқытар едім? Сен қалай осы деңгейге жетер едің? Мен сендерді қалай асырар едім? Мынандай зәулім үйіміз қалай болар еді? Керемет машинеміз қайдан келер еді? Ал ақымақ, су бөгенін сен мықтап жасап тастадың. Енді елді су алмайды. Бірақ ақша қайдан келеді деген екен. Әрине бұл елдің аузында жасалған, ащы шындықтан жасалған аңыз әңгіме деп айтуға болады. Бірақ бұның астарында шыңғырған шындық жатыр. Біздің билік саласындағы азаматтар тасқынға бөлінген қаржыны дәл осындай әдіспен өзінің жылы тамағына айналдырып отыр. Бұл халықтың тағдырымен ойнау. Сондықтан бұл мәселеге мемлекеттің стратегиясы тұрғысынан мән беру керек. Ел алдында жүрген азаматтар
халықтың тағдырымен ойнамау керек. Халықтың тағдырын, халықтың қажетіне бөлінген ақшаны өзінің жылы тамағына айналдыру, ол сізге бақыт, байлық әкелгенімен ұрпағыңа үлкен жаманшылықтар келуі мүмкін. Соның зардабын түптің түбінде сенің ұрпағың да тартуы мүмкін. Сондықтан біз обал сауап деген мәселені ескеруіміз керек. Осындай кезде біздің неден қателестік, қандай қателік жібердік, сол мәселені жіті назар қалып, осыдан үлкен тәжірибе жинақтауымыз керек. Мәселен, осыдан бір қанша жыл бұрын қаншама жойқын өрттер болды. Сол кезде айғайланған кінәлілер жазаланады, қырып жоямыз деп. Қане сол өрттен кейін қандай нәтиже шықты? Содан кейін біздің мемлекет мынандай адамдар жазаланды, мынанша адам түрмеге тығылды, мынанша адам қылмысынан кетті деп жариялады ма? Өрт қайтқаннан кейін ұмытылып қалды. Тасқын суда сөйтеді. Мемлекет басшысы халықтан кешірім сұрап бір қанша адамға сөгіс жариялады. Сөгіс жариялағаннан ештеңе өнбейді, өйткені олардың еті өліп кеткен. Бұл мәселеде қатаң тәсіл керек еді. Амал не, біздің билік бұндай жерге келгенде жұмсақ болып қалатынына біз де таң қаламыз. Қазірше айтарымыз осы. Ықыластарыңызға рахмет. Келесі кездескенше сау саламат болыңыздар. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын.